фразаларды қолдануға болмайды. Яғни адамның көңіліне қарап айтатын фразалар. Ренжітпеуге тырысу керек та. Сол фразалардың бірнешеуін айтып кетейік. Егер сіздің ойыңыз, әңгімелесушіңіздің көңіліне тиіп қалатын біліп тұрсаңыз, сіздің ойыңыз әңгімелесушіні, яғни сіздің сұхбаттасып тұрған адамыңыздың көңіліне тиетіндей ой пікіріңіз болса, ол сөздің ойыңыздың алдына мына сөзді қосып кеткеніңіз дұрыс. Ренжімеңіз, бірақ деп барып, өз ойыңызды жеткізіңіз. Егер бұл сөзді қоспайтын болсаңыз, мүлдем ол ойыңызды айтудан бас тартыңыз. Мүлдем ол ойыңызды айтпай-ақ қойыңыз, керек емес. Себебі сіздің ойыңыз оған тым дөрекі болып тиюі мүмкін, көңіліне алып қалуы мүмкін.